Достар, шұғыл ақпарат. Қазір бүкіл әлеуметтік желілерде шулап кеткен ақпарат бар, иә. ИПНің 10% деген сияқты, жаңа басқа жақтан, басқа банктен алсаң да, соның вознаграждениесінің 10% сіздің айлығыңыз көбейеді деген сияқты ақпараттар көбейіп таратылып кетіп жатыр да. Барлық блогерлер соны айтып жатыр. Бірақ бір моментті ескеріп отқан жоқ. Достар, шұғыл ақпарат. Жаңа ғана мен білімді профессионалды бухгалтермен бір осы туралы сұхбат жасап алдым. Содан білген ақпаратымды сіздермен бөлісемін. Енді тыңдаңыздар мұқият. Егер сіз басқа банктен ипотека алған болсаңыз, соның сыйақысынан ИПН ұстасын деп, азайтсын деп, жаңағыдай заявление жазасыз барып, иә. Сосын сізге ИПН ұстады, итадай, сіз айлығыңыз көбейеді, расында оның барлығын істеуге болады. Бірақ жылдың аяғында декларация сіз тапсыратын болса, сіз хоть госслужащий болмасаңыз да, военный болмасаңыз да, жай қарапайым адамсыз ба, сонда да сіз декларация тапсырасыз. Яғни ол не деген сөз? Жалпақтым айтатын болсақ, сіздің депозитіңізде қанша ақша бар, сіздің атыңызда қандай үй бар, машина бар, қандай табыс көздері бар, соның барлығын толтырып, өзінің бір формасы бар екен, налогы, соның бәрін тапсырасыз, достар. Ол деген не деген сөз? Сіз мысалы 2025-тің отчетін тапсырасыз, 2026 жылы келесі жылы тағы да тапсыруыңыз керек болады. Сол кезде 2026 жылы сізде депозитте көбейіп кеткен ақша болатын болса, немесе қайтадан бір үй атыңызға оформить еттіңіз, ол жерде сол артық тағы да бір үй шықты, машина шықты дегендей, оның барлығын ақшаны қайдан алдыңыз, сіздің ресми табысыңызбен соның бәрін салыстырады да, сосын налоговый сізге келіп айтады, ақшаны қаражатты қайдан алдыңыз деген сияқты сұрақтар болады. Сондықтан абайлаңыздар, мың ойланып барып қана әрекет жасаңыздар деген кеңес беретін боламын. Осыны видео пайдалы болып бүкіл қазақстандықтарға жіберіңіздерші, осыны біліп жүрсін.